Оқуды ақша төледім. 3 жыл оқып келдім. Қаражат төленді. Енді 1 жыл қалып тұр. Тәуекел иншалла, Алла тағаланың қалауымен тағы бір мәнісі болар deyip. Сол кезде мына қазір Марғұлан деген кәсіпкер жүр ғой ағамыз. Соның Асқар деген ағасы бар. Ол да үлкен кәсіпкер. Сол кісі бір жағдай болады да, кейін барып намазға келеді. Жаңа бағана өзіңіз айтқандай бір қиын жағдай басынан өтеді. Намазға келеді. Намазға келген кезде біздің имаммен танысады, Нұр Мүбарактен. Қандай қолымнан Алла ризалығы үшін жақсылық жасасам деген кезде, осы жерде кейбір студенттер бар, оқу ақысын төлей алмай жатқан, соның ақысын төлеп берсең үлкен сауап дейді ғой. Сөйтіп анау Асқар аға келеді да, оқу ақысын төлеген кезде соның ішінде біз ілдеп кетеміз. Тағы да Алланың қалауы ма? Алланың қалауы, ойламаған жерден рызық беріп жатыр. Сенің оқуыңды төлеп беріп жатыр. Одан Мысырға кетуіме де себепші болған сол кісі. Ал енді ол кісі мені көрген жоқ. Қазір мен қайда жұмыс істеп жүргенімді де